Таразда 100-ге жуық шаңырақ 20 күннен бері жарықсыз отыр. Бақшасы саяжайы бұқарасының айтуынша электр энергиясын алып отырған кооператив иесі желіне еш ескертпестен кесіп тастаған. Ал біраз жыл бұрын шаһар еліне еніп қойған аумақ тұрғындары жекеге жәутеңдемей қала балансынан жарық көзін алуды қалап отыр. Қараңғыда қалған қалалықтардың жайын Мерей Байет тыңдап қайтты. 30-дан сөйлейміз, беттің бәрі 35-35-тер үстігіні кеп тастау адамыз. Жеке меншіксі бәрін біледі. Амына мұнша халық тұрған уақытта бұл тек өлім ғой, өлім. Биліктен әбден күдер үзген бұқараның шыдамы бүгін таусылғандай шу шығарып жанайқайын біздер арқылы жеткізбекші билікке. Әйтпесе әкімдіктен де басқасынан да қайыр жоқ деп жыларман. 20 тәуліктен бері жарықсыз қалған қараша ешқандай ескертусіз желіні кескен кооператив басшысына шағымы шаш етектен. Айтуларынша алғашқыда 30 мыңнан беріп тіркелген трансформаторы кейін кернеудің күшін көтер алмай барлығын ажыратқан екен. Салдарынан жолдың бергі бетіндегі жұртшылық қараңғыда қалуға мәжбүр. Аяғында ауруларымыз бар, босанып келген келіншектеріміз бар. 10 минуттық жерде тұрамыз, қаладан 10 минуттық вокзалдан жерде тұрамыз, светіміз жоқ. Бұл не деген сұмдық? 100 семья отыр светсіз. Сонда бізге ол свет қашан береді екен? Свет өтеді деп ескертсе, онда біз бәріміз айтар едік, бір ауызданшы. Онда ештеңке болған жоқ. Келді да Айшаға келмей светті өшіріп кетті. Бәріміз далаға шығып, ертесі күні неғысақ свет қырқылды, болды, свет жанбайды деді. Міне одан бері 20 күн өтіп кетті. Енді біз тағы 20 күн өтсақ, башы қырылып өлеміз, нәтижеде ауқаттан отравление өтші. Бірнеше апта бойы білте шамға телмірген мұндағылар тіпті ішерасын күнделікті сатып алуға мәжбүр. Себебі тоңазытқыштың істен шығуынан ас ауқаттары бүлініп, тіпті тұрмыстық техниканың кейбірі күйіп тынған. Мына холодильник. Холодильникте продукттың бәрі бұзылып жатыр. Май, ет. Тағы да мұны көгеріп жатыр, шіріп жатыр. Адам жейді ма, или ет жейді ма, етке лақтырамыз ғой деймін осына. Басқа выход жоқ. Холодильникке ауқат қойсақ ашып кетеді. Мына қызым да отравление болды, өзім де отравление болдым. Полядан келдім да үйге кеп құсып түсіп жаттық. Өмір бақи свет жоқ болса, тамағымыз ашып отса, бала-шағамыз отравление болса не болады? Ел ішінде отырып елеусіз қалдық дегендер өркениеттен тыс қалуға мәжбүр. 5-6 жыл бұрын облыс орталығына қосылған мекенде электр энергиясы тарифінің құны да ерекше қымбат. Киловатына қазір 30 теңгеден төлесе, қыста 40-қа дейін өсетін көрінеді. Сол себепті саяжайлықтар қуат көзін жекеден емес қаладан алуды қалайды. Дегенмен халықтың бұл қалауы жақын аралықта шешіле қоюы екіталай. Себебі трансформаторлық қосалқы станция болмай, бұл бос әурешілік дейді әкімдікте. Қосып беремейді, оларға отдельно трансформаторына не салу керек, жаңа подстанция салу керек, сөйтіп барып шешілмесе, оның мәселесі шешілмейді. Ол жақын аралықта оған ақша қарастырылған да жоқ әлі. Көпшіліктің көкейінде сауал көп болғанымен басты базынасы жарықтың жайы. Бірақ биліктегілердің түйінді шешуге биылға қауқары жоқ. Қазынадан қаржы қаралмай, қараша қараңғыда отырады деуден басқа айтар жоқ. Осылайша жылдар бойы жырға айналған бұл мәселенің шешімі қашан шешілері белгісіз. Мерей Байет, Дәулетбай Нұрмахан, 7-7 News.